Қайырлы күн баршаларыңызға. Біз бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын бүтін тауық жасайтын боламыз. Яғни бройлер тауығын біз печкада пісіретін боламыз. Ол үшін ең әуелі үйіміздегі бар көкөністердің барлығын аршып, тазалап, жуып алып, осылай бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қалауларыңызға қарай кез келген бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен үйде қандай көкөніс бар, соның бар түрін қосып жасадым. Картопты төртбұрыштап турап алдым, баклажанды осылай ұсақтап турап алдым, және де дәміне қарай азырақ кабачки де қостым. Дәмі өте керемет болып шығады. Негізінде бұл көкөністерді қоспасаңыз да әдемі болып шығады. Осылай кабачкидің азғантай ғана қостым, және осылай пиязымызды дөңгелектеп турап алдым ұсақтап. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осылай қызанақтарымды ірі-ірі етіп турап алдым. Дәмі енді өте ерекше болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де видео ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай 2-3 тіс сарымсақты қостым, және де осылай көкшөптерімді де ұсақтап турап қосып жібердім. Прям дәмі зор болып шығады. Сіздерге де жасап отбасыларыңызды қуантуға кеңес беремін. Неге осылай капуста қостым. Кабачкидің тағы да аз болып қалды деп тағы қостым. Капустаны осылай кубиктеп турап алдым. Дәмі прям күшті болады. Және де дәміне қарай алма да қостық. Алманы бұл жерде араластырмаймын. Алманы бүтін тауықтың ішіне салып жіберетін боламын. Осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Осылай әдемелеп, асықпай, қолымыздың көмегімен қатты мыжып алмай араластырып шығатын боламыз. Прям көкөністердің өзі аппетит ашатындай керемет болып тұр. Түрі деген жеген адамның аузында қалары сөзсіз. Енді осылай жуылып тазаланған бройлер тауығымызға осындай маги курица деген магидің приправасын алып, курица деген себетін боламыз. Көкөністерімізге де шашамыз оны, және де осы бүтін тауығымыздың ішіне, сыртына да сеуіп алатын боламыз. Осылай ішіндегі пакетін ашып аламыз ең әуелі. Онан соң приправамызды осылай қосып, жақсылап араластырып, бүтін тауықтың ішіне тығыздап, әдемелеп салатын боламыз. Ешқандай тігудің де қажеті жоқ. Неге? Осылай жақсылап себіп аламыз. Бүтін тауықты қолданардың алдында міндетті түрде жақсылап жуып алғандарыңыз жөн. Неге? Енді ішіне, яғни пакеттің ішіне зат салып жатқандай, осы тауықтың ішіне де көкөністерімізді жақсылап салып шығатын боламыз. Міне, байқасаңыздар, мен арасына алманың жарты бір бөлігін салып жібердім. Бұл да бір өзіндік дәм береді. Бір алманы 3-4 бөлікке бөліп салып қойсаңыздар болады, ерекше дәм береді. Неге? Егер менің видеом ұнап жатқан болса, қолдау білдіріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Неге? Барлығын салып болғаннан кейін осылай өзінің пакетіне асықпай, жыртып алмай, ептеп, ұқыптылықпен салатын боламыз. Және енді қалған көкөністерімізді осы пакеттің ішіне салып жібереміз. Неге? Дәмі прям күшті болып шығады.
осылай барлығын салып алатын боламыз. Енді дәмінің кереметтігін айта алмаймын. Прям түскі асқа да, кешкі асқа да таптырмас керемет идея. Дәмі мүлдем басқаша және де сочный болып шығады. Міне, тағы да көкөністердің үстінен тағы да алма бөлігін салдым. Және 170-180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей байқасаңыз, прям сочный болып тұр. Менде пеште кішкене көпте отырып қалғандықтан көкөністерім кішкене езіліңкіреп пісіпті. Және де тауығымызды байқасаңыздар, ешқандай пышақтың да қажеті жоқ. Шанышқының көмегімен шаншып бөліктерге бөліп ала береміз. Прям жұмсақ болып пісіп шыққан. Мінекей, дәмі өте керемет әрі сочный болып шығады. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер.